Қазақ даласы еркіндіктің бесігі, бұл далада батырлықта, мұнда, арманда бірге өмір сүреді. Осы кең дүниенің үнін Ілияс Жансүгіров өз жүрегінен өткізіп, бір ұлы поэмаға айналдырды. Ол құлагер. Құлагер поэмасында Ілияс жүректің тағдыры арқылы елдің қайғысын көрсетті. Бәйгеге қатысқан құлагер жүздеген тұлпардың алды болды. Құлагер даланың мақтанышы, намыстың иесі, тазалықтың символы еді. Ол шабысымен елдің рухын көтереді. Бірақ қызғаныш пен күншілдік жүректі аяған жоқ. Жеңісті көре алмаған құлагерге қастандық жасады. Қысқаша мазмұнын айтып кетсек, құлагер Ілияс Жансүгіровтың әйгілі поэмасы. Бұл шығармада ақын жүйрік ат құлагердің қазасы арқылы қазақ даласындағы әділетсіздік пен аштарлықты суреттейді. Поэмада аты аңызға айналған тұлпар құлагер үлкен бәйгеде алдына қара салмай шауып келеді. Бірақ қызғаныштан туған қастандық салдарынан құлагерді біреулер таспен ұрып өлтіреді. Бұл оқиға тек аттың өлімі емес, таза рухтың тапталуы, елдің жоғын жоқтау ретінде беріледі. Ілияс бұл трагедияны терең поэтикалық тіліне сипаттап, халықтың қайғысын, рухани күйзелісін жеткізеді. Шығармада құлагер азаттықтың, тазалықтың, әділеттіктің символы ретінде көрінеді.